Yeşerip tanıtkan Ustaz деген жарықта Бойға білім дарытқан нұр бұл Еңбегі бар ақталған Бала қиялды тарман Ұстазыма сақталған сүргін Басиымен мәңгі Ұстаз лайық құрметке Қабылда бол әмі шәкіртіңнің Алғысы деп айтқан жүрекпен Есімде гүл ұсынған Көкке қиялы жорған Құпиямды жасырған кезде Ақ тілегім ақ емен Құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, ата-аналар, оқушылар және мектеп бітіруші түлектер, 2023-2024 оқу жылының аяқталуына байланысты мектеп бітіруші түлектерге арналған «Мектебім саған мың алғыс» атты салтанатқа қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие одиннадцатиклассники, уважаемые педагоги, родители и гости. В жизни каждой школы ежегодно наступает волнующий момент, когда подводятся итоги долгой и кропотливой работы педагогов, учащихся и родителей. Наступил такой день и для нашей школы. Мы рады приветствовать вас на торжественной линейке, посвященной празднику последнего звонка. Қымбатты ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, Алтыныя мектеп табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы тұрған 76 бітіруші түлектерді және сынып жетекшілерін құрметпен ортаға шақырамыз. Елдің болашағы білімді жастар десек, биылғы оқу жылында үлкен өмірге қадам басқалы тұрған түлектеріміз еліміздің дамуы мен өркендеуіне өз үлестерін қосады деп кәміл сенеміз. Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем празднике. Сегодня одиннадцатиклассники прощаются с самым беззаботным и радостным временем своей жизни – школьными годами. Именно сегодня каждого из них впервые назовут красивым, гордым словом «выпускник». Алдарында өмірдің тұр өткелі, қанат қалсын көңілдің жыр кептері, сәт сапар тілейміз қадамыңа, 2024 жылғы мектептің түлектері. Біздің қымбатты түлектерді қошаметпен қарсы алыңыздар. Годы промчались, настал этот миг. Теперь ваш ребенок, он выпускник. Во взрослую жизнь полететь он готов. Давайте же встретим мы выпускников. Внимание! Наступает торжественный момент. Под ваши нескончаемые аплодисменты мы приглашаем наших выпускников. 11-ші А сыныбы, сынып жетекшісі, білімді де тәрбиелі шәкірттерді тәрбиелей білген аяулы да ардақты ұстаз Бұханова Айдай Сәби қызы, жүрегі мейірім мен жылылыққа толы, бала бойын білім нәрімен сусындатып, ұрпақ тәрбиелеуде ұлттық құндылықтарды ұштастыра білген нағыз маман иесі. 11-ші А сыныбының оқушылары мектебіміздің мақтанышы, ұйымшыл, өнерлі, ғылыми жоба байқауларының және спорттық жарыстардың жеңімпаздары. Черникович Ольга Ивановна, учитель, который искренне любит свою профессию и радуется новым знаниям, стремится к непрерывному обучению и профессиональному росту. Настоящий. Сегодня это гордость школы, большинство из обладающих высоким профессионализмом, умелый классный руководитель, с ярким чувством юмора и просто хорошие люди. Абыройын асқақтатқан үздіктерді қошеметпен қарсы алайық. Ұстаздарының мақтаны. Алтын белгі белгісінің үміткерлері 11-ші А сынып оқушылары Жанғабаев Нұрулла Жантелдіұлы, Капезова Аружан Жанабек қызы. Үздік аттестат үміткерлері 11-ші А сынып оқушылары Ақжолұлы Есіл, Ерман Айгерім Ерғали қызы, Төлеген Аяжан Абылсерік қызы, Тұрсын Арсен Ермекұлы.
11-ші Б сыныбы оқушылары Досмайыл Жансая Талғатқызы, Иннатилла Саида Нұрланқызы. Ученики 11 В класса Арстанбек Даниялара Эмильқызы, ученица 11 Г класса Жумаева Эльнара Муслим. Бүгінде шарықтаған, көптен күткен халқымның сәбейсің, әлдейлеген құшақта алып талам. Тұғырында шындағы танытмаған, көк байрағым желбіре шабыттанам. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына түзеліңдер. Арнайда әркез мектебі, түлектерге ақ тілек, өмірдің үлкен өткелін ақ жол тілеп, бақ тілеп. Мектеп директоры Қоржынбаева Адиля Берікқызына құттықтау сөз беріледі. Түлектеріміз, ұстаздар, барлықтарыңызды 2023-2024 оқу жылын аяқталу салтанатымен құттықтаймын. Құрметті түлектер, бүгін сіздер орта мектепті аяқтап, үлкен өмірге қанат қаққалы тұрсыздар. Біз сіздерді бүгінгі жастардың бойында болу керек құндылықтарға тәрбиелей отырып, отаншыл, қазақстандық патриоттық сезімі қалыптасқан, санасы ашық, халқымыздың рухани адамгершілік құндылықтарын бойына сіңірген, бүгінгі жылдам өзгеріп жатқан заманда инновациялық өзгеріске дайын тұлға болуға бейімдедік. Сіздер еліміздің ертеңін құратын жалынды жастарсыздар. Осы оқу жылын 11-ші сыныптар 76 оқушы аяқтап, 2 түлек алтын белгі, 12 түлек үздік аттестатқа үміткер. Бұл мектеп бітірушілер үшін де, ұстаздар мен ата-аналар үшін де қуанышты, салтанатты сәт. Құрметті ұстаздар, бүгінгі түлектерге сапалы білім беріп, өмірлік ұстанымдары мен адамгершілік негіздерін қалыптастыруда адалда, жемісті еңбектері үшін мектеп ұстаздарына ерекше алғысымды айтамын. Сіздерге мықты денсаулық, шығармашылық ізденіс пен табыс, мол, күш қуат, білім шыңына жетелеген зерек оқушыларыңыздың көбейе беруін тілеймін. Құрметті ата-аналар, сіздерді бүгінгі тамаша қуаныштарыңызбен құттықтай отырып, бізбен бірге болып, қолдап бізді жүргендеріңіз үшін рахмет айтамын. Сіздер күрделі кезең алдында тұрсыздар. Балаларыңыз университет пен мамандық таңдаудың алдында тұр. Сондықтан балаларыңызға дұрыс қолдау көрсетіп, болашақта қажет болатын мамандықты таңдауларына тілектеспіз. Құрметті түлектер, алда тұрған мемлекеттік аттестациядан, ОБТ сынағынан сәтті өтулеріңізге тілектеспін. Қадам басып отырған жаңа өмір жолында сіздерге бәсекеге қабілетті білім, креативті көзқарас, шығармашыл ой өріс өмірлік серіктеріңіз болсын. Алған білімдеріңізбен барлық күш жігерлеріңізді тәуелсіз еліміздің игілігін арттыруда одан әрі нығайтуға жұмсайды деп сенемін. Баршаңызға сәт-сапар ақ жол тілеймін. Завершением
этого учебного года. Уважаемые выпускники, сегодня вы заканчиваете среднюю школу и вступаете во взрослую жизнь. И мечтаете о достижении больших целей. Мы воспитали вас ценности, которые должны быть у сегодняшней молодежи, развили в вас качества, готовые к инновационным изменениям в сегодняшнем быстро меняющемся мире. У вас есть чувство казахстанского патриотизма, светлого сознания, духовно-нравственных ценностей. Бақтығұл Агерке, Табылғанова Мерей, Рахатова Ажар, Базарбаева Гүлзаданың орындауында соңғы қоңырау әні. Қабыл алыңыздар. Келешек, биік арман мен сөнбес үміт, қайсар намыстың иесі, болашақтың тұтқасы. Жас түлектерімізді білімге шақырған қоңырау, үлкен өмірге самғатсын деген тілекпен, жас түлектеріміздің әнін қабыл алыңыздар.
Музыкальный номер в исполнении 11 В. Не кончится скоро. Последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Недавно совсем нам казалось, время промчалось, немного осталось. Нас ждет последний звонок. Камеры, зрители. Но во 100 крат сильнее сейчас волнуются ваши родители. Түлектердің қанаттары талмасын, көк аспанда қыран болып самғасын. Ақ жол тілеп барша мына ұл қызға ата-аналар ақ тілегін арнасын. Ата-аналар атынан құттықтау сөз Нусипова Айгүл, Чомчекова Жанат, Жантасов Серікке беріледі. Құрметті ата-аналар, бүгін мектеп табалдырығын аттаған тардай болып, титімдай болып, мектеп табалдырығын аттаған балапандарымыз міне таудай болып, мектеп білім ордасымен қоштасайын деп отыр. Балалар түлектер өздерінің 11 жыл білім алған ұяларынан қоштасса, ұстаздар өздерінің сүйікті шәкірттерін үлкен өмір жолына шығарып салып отыр. Балаларға айтар аналық тілегім, жолдарың ақ болсын, қадамдарың нық болсын, қанаттарың талмай, биікке самғай беріңдер. Ата-аналарыңыздың, ұстаздарыңыздың үміттерін ақтап, алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуден сүрінбей өтіп, жоғары оқу орнына түсіп, Қазақстанның өркендеуіне үлкен үлес қосатын білікті маман болып шығуларыңызға тілектеспін. Ұстаздарға айтатын тілегім, сіздерді балаларымызға әріп танытып, сауатын ашып, қанаттарын қатайтқан құрметті ұстаздар, басымды иіп, алғысымды айтқым келеді. Болашақта сүйікті, осындай сауатты, білімді шәкірттеріңіз көбейе берсін. Дорогие учителя, родители, выпускники, поздравляю сегодня вас с этим знаменательным днем. Последний звонок, выпуск со школьной скамьи. Пусть этот день будет таким радостным. И хотелось бы поблагодарить школу, учителей за знания, опыт, которые были даны нашим выпускникам. Пусть эти знания и опыт послужат большим мощным фундаментом в следующих их начинаниях, достижениях. Пусть они будут гордостью этой школы. В добрый путь! Құрметті ата-аналар, ұстаздар, мектеп бітіруші түлектер, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Аяулы ұстаздар, сіздерді болашақ азаматтарды тәрбиелеп отырған ұлы тұлғасыздар. Сіздерге шығармашылық ізденістеріңіз бен ғылыми жобаларыңыздың жобасы арта берсін демекпін. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, сәт сапар. Болашақта әр саланың мықты мамандық иелері болуларыңа тілектеспін. Еліміздің көркеюіне, дамуына үлестеріңізді қосады деп сенімдемін. Алдағы мемлекеттік емтиханнан және бірыңғай тесттен жоғары балл алып, өздерінің қалаған мамандық иесі болуларына тілегім мол. Ақ жол тілеймін, сәт сапар, жолдарың болсын, әрқашанда жолдарың ақ болып, осы бітірген мектептеріңді ұмытпай, жиі қауышып тұруларына тілектеспін. Сәт сапар тілеймін. В исполнении 11 Г класса. Осында өмірге қанат қақпақ жас өрендер, асыл арман гүл атып санасында. 11-ші А сынып оқушылары Жаңғабаев Нурулла, Жетес Фатима, Капезова Аружанның орындауында мектеп әні қабыл алыңыздар.
шашатын ертеңіме жарық тартадан қолсызды аспанға жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға тартадан қолсызды аспанға жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға. деген сөзден басталған өмір деген мектепке алғаш есік ашқаннан ұстаз берген қолыма ең алғашқы әліппе түстім арман жолына 42 әріпте қолым болған қызыққа туған үйде сыйлыям қазақ тілі физика алгебра химия ең алғашқы еркелік сабақтарда қашқабыз күлім қаққан қас тас жүзінен нұр шашқан қыз Естен кетпес көктемім жүрегімнің жыраны ақын безі мектебімнің бақытым. деген алғыстарын арнау өлеңдермен жеткізу үшін ортаға 11-ші А сынып оқушылары Жетес Фатима, Капецова Аружан, 11-ші Б сынып оқушылары Еркінбек Нұрдәулет, Байжұма Малика. Ученицы 11 В класса Махрова Евгения, Межлисова Самира. Ученики 11 Г класса Айдинова Назлы, Усейнова Гюнель. Енді мектеп ашылмас, ұстаздарда қасымыздан табылмас. Сыңғырлаған қоңыраудың үндері үзіліске белгі болып сағылмас. Сабақ сұрап баға қояр апай жоқ, кітап дәптер тексеретін ағай жоқ. Мектеп форма сақтау деген тәртіпті талап етіп тұратынды адам жоқ. Қайра мектеп көріп едік 11 жылдық өтпестей. Ақ жұлдыздай жарқыраған көктегі Ақ жұлдыздай жарқыраған көктегі Ақ жұлдыздай жарқыраған көктегі нұр сәулесін төгер ұстаз жүрегі болашаққа сол жүректен от алып самғай берсін шәкірттердің тізбегі. Нас разлучат, наверное, года, но память все-таки сильнее. Мы не забудем школу никогда, она своим теплом всегда согреет. Как много знаний школа нам дала, всегда делилась только самым лучшим и звонким своим голосом звала, учила так, что не было нам скучно. Кто знал, что будет грустно в этот час? Никто. Конечно, до конца не верил, сегодня школа жизнь проводит нас, последний раз открыв перед нами двери. Прощай, прощай, родная школа, учителя, любимый класс. Но все до боли здесь знакомо, прощайте, помните о нас. Мы в жизни ходим, словно в море, и каждый
выбери свой путь. Мы на прощание крикнем в школе: прощай, родная, не забудь. Артта қалып балғын шағы ертегі, дәл бүгіннен басталады ертеңі. Алып шығар ашық терең теңізге, арман атты ақ кеменің желкені. Бойға жиған салт дәстүрмен мұраны, ел мүддесі болсын асқақ ұраны. Мәртебесін көтеретін биікке, жас түлектер қақты, жас түлектер тәуелсіз ел қыраны. Асқан сайын өмір жолдың өткелін, жастық шағын сағындырар көктемін. Тілекшің боп тұрады ылғи анаңдай, алыстағы алтын ұя мектебін. Жас түлектер қақты бүгін қанатын, сәулелік күн жүрекке от жағатын. Кім ұмытар қоңыраудың сыңғырын, жүрегіңде мәңгісінде қалатын. Келеді ұстаздықты таңдап алғым, ұстазым көңіліне ақ бейіленген. Әр сөзіңмен зердеме өзің құйдың, қазақтың қасиетті даналығын. Дамылсыз шарлап білім ой арманын, өзіне жақын адам таба алмадым. Во взрослую жизнь провожая, звучит наш последний звонок, и в памяти сразу всплывает, как школа дала нам урок, как сели впервые за парты и первый рюкзак за спиной, а вот мы в костюмах и платьях прощаемся со школьной скамьей. Прекрасна школьная пора, и нам дано в ней опереться. Чтоб стать мудрее, чем вчера, нам надо многому учиться. Мы робко входим в первый класс, неся букварь, источник знаний. По неизвестным тропкам нас ведет учитель со старанием. И пусть пройдет немало лет, как вдруг невидимые нити сожгут в нас тоже добрый свет, что подарил нам наш учитель. Вы не жалели времени для нас, беду и радость с нами разделяя. С улыбкой входили в светлый класс, все выходки и шалости прощая. Вы нас дружить учили и любить, тепло и понимание дарили. Мы никогда не сможем позабыть те дни, что вместе с вами проводили. 9 айым таусылып жыл жеткенде, амалсыздан қоштасып бұл көктемде. Ұшып барам ұяңнан алтын мектеп, нағыз ақын өлеңсіз құр кеткенбе. Қимастықтан жасалдым көздеріме, бәлкім сеніп, бәлкім сенбе сөздеріме. 11 жылым бір күнде өте шықты, ашып жұмып үлгермедім көздерімде. Құрметті түлектер, үлгеріңізді тапсырып берулеріңізге рұқсат. Түлектер салтанатты мерекеде билесін шәкірттердің мектеп вальсын. Как прекрасен вальс прощальный, весенний, легкий школьный вальс. Танцует нежно и печально его 11 класс.
Соңғы вальс әні. Соңғы қоңырау естілді, ұзақ күттің сен бұл күнді, бірақ енді қоштаса алмай, сезімге ендік бір түрлі. Қия алмай қарап мектебіңе, уақыттың сонша өткеніме, балалық сонда шынымен де кеткеніме. Соңғы қоңырау, соңғы вальс, балалық шақ енді қайта оралмас. Алда өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы вальс, балалық шақ енді қайта оралмас. Алда өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Алғашқы достық махаббат басталған бәрі осында, тарадай боп кіріп таудай боп шықтың расында. Түрлі сезім сезініп не өтпеді басыңнан, енді қимастық өтеп көзіңе келді жасыңда. Соңғы қоңырау, соңғы вальс, балалық шақ енді қайта оралмас. Алда өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы вальс, балалық шақ енді қайта оралмас. Алда өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Түлектер орнымызға барайық. Сатыңды айқындауға шақырса, соңғы қоңырау кәмелетке толып, арман биіктеріне ұшырып, ең үлкен өмір мектебіне шығарып салады. Соңғы қоңырау осындай қимас қоштасу әуенімен есте қалады. Дорогие выпускники, Соңғы қоңырау соңғы құрметі, алтын белгі белгісіне үміткер. Алтын белгі белгісінің үміткерлері 11-ші А сынып оқушылары Жанғабаев Нұрулла, Қапезова Аружан. Үздік аттестат үміткерлері 11-ші А сынып оқушылары Ақжолұлы Есіл, Ерман Айгерім, Төлеген Аяжан, Тұрсын Арсен. 11-ші Б сынып оқушылары Досмайыл Жансая, Иннатила Саида. ученики 11 В класса Арстамбек Даниял, Гасанов Айден, Гусейнова Жасмин, Кашкули Дилара. Ученицы 11 Г класса Жумаева Эльнара и Водолазова Влада приглашаются. Болашағы бейне қызыл қыр гүлі, түлектерді аяласын күн нұры, жаңа табыс жақсы күнге бастасын бүгінгі соңғы қоңырау сыңғыры. Ну вот и все, последний звонок. Услышите сейчас в ответ, куда они ушли бесследно 11 учебных лет. Сыйқырлы үнің саздауын, күмбірлеп ескен тағылым, сыңғырла бүгін қоңырау өмірдің қағып дабылын. Санама құйып сұлулық, өрлеттің білім шыңына, сыңғырла бүгін қоңырау жол нұсқатып болашағыма.
Өлеңнен алдым күш қуат, өшпейсің мәңгі жадымнан, сыңғырла соңғы қоңырау, кеудемде гүл боп қағылған. Мектебін жарқырап тұр нұр төгебір, арманың орындалса көкке жетіп, бақытың алдыңдағы үлкен өмір. Қоштасады ал дүния мектебім, маңдайымнан сипап өтсін көктем күн. Сәт сапар деп қол бұлғайық бәріміз, тілейік біз армандарға жеткенін. Арман ойын жеткізген тілектермен, қимас сезім тудырған жүректерден, қадамына сәттілік ақжол тілеп, қоштасайық жас талап түлектермен. Мектеп түлектеріне ақжол сәт сапар тілеп шығарып салайық. Будут прямыми ваши дороги. Всегда вспоминайте свой первый урок и школьных друзей, своих педагогов. И этот прощальный, последний звонок. 11 жыл білім алдың зеректікпен, биіктеп еңселерін ереңдіктен. 11 жыл сыналдыңдар талап жүктеп, дарын мен талаппенен бөліп біткен. Болашақ сендердікі өрендерім, ол әлі елің үшін берерлерің. Жизни. Возьмите с собой удачу, стремление, мечту, добрые воспоминания о школе. Торжественная линейка, посвященная окончанию 2023 и 2024 учебного года, объявляется закрытой. Эшкет, шулаймыз. Екі, эшкет, еще раз. Ой, бәрі жақсы болды. Әлі қоқты.